Саламатсызба көрермен, қалай ПРП инъекциясын қолдануға болады? Бүгінгі видеом осы тақырыпта болмақ. Ал келесі видеом іштегі құртты түсіру жөнінде болады. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Мен біраз жыл болды, ұйықтағанда үнемі түс көріп, оянғанда шаршап тұрамын. Ұйқы қанбаған соң бас ауыру, тез салқынды қабылдап тоңғақ болу, жалпы алғанда шау-шау көп болатын. Осы белгілерден қазір арылдым. Қалай дейсіздер ғой? Қаламыздағы невролог білікті маман Гүлжан Ораққызына бардым. Ол талдау сараптама жасай отырып, ПРП инъекциясын қолданып емдеу курсын алуға кеңес берді. ПРП терапиясының 6 курсын алдым. Қазір ұйқым бірқалыпты. Түс көріп, бас ауру басылды. Сонымен бірге оң құлағымның есту мүмкіндігі төменеді. Құлағыма сыбырласа анық естімейтінмін. Соңғы уақытта құлағыма айтылған сөздерді еститін болдым. Ал енді ПРП инъекциясы туралы айтайын. Тромбоциттерге бай плазма ПРП емдеу сияқты терапия процедуралары дененің өзін-өзі емдеу қабілетінің күшін пайдаланады. Науқастың өз тромбоциттерін қолдана отырып, ПРП инъекцияларын емдеу процесін жеделдету арқылы жұмыс істейді. Әсіресе емделуі баяу, тіпті созылмалы болатын жарақаттар үшін емдік қасиеті жоғары. Осы батыл жаңа терапияға көптеген таңқаларлық пікірлер айтылып жатыр. Бірақ зерттеулер мен денсаулық сақтау мекемелерімен кеңесу арқылы ПРП сіз үшін емдеудің дұрыс нұсқасы екенін анықтауға болады. ПРП инъекциясы дегеніміз не? Тромбоциттерге бай плазма бұл тромбоциттердің концентрациясы орташа деңгейден жоғары болу үшін пациенттің өз қанының препараты. Науқасқа жарақат кезінде қайтадан енгізгенде ол тез арада емдеу процесін бастайды. Тромбоциттер бұл қан айналымындағы диск тәрізді кішкентай жасушалар. Олар жарақат болған кезде қан ұйығышын түзе отырып, денені бекітуші ретінде қызмет етеді. Жарақат оларды белсендірген кезде тромбоциттер жұмысқа кірісіп, қан ұйығышын түзеді және емдеу процесін бастау үшін өсу факторы белоктарын тез шығарады. Бұл ақуыздар зақымдалған аймақтағы жасушаларға өсу, дифференциалдау, жаңа қан тамырларын шығару және зақымдануды қалпына келтіру үшін талшықты тіндерді жатқызу туралы сигнал береді. Тромбоциттерге бай плазма терапиясы пациенттен қан алуды және оны центрифугада айналдыруды қамтиды. Бұл процесс қызыл қан жасушаларын және лейкоциттердің көп бөлігін судан, электролиттерден, ақуыздан және тромбоциттерден тұратын қан плазмасынан бөледі. Тромбоциттерге бай плазма басқа қан компоненттерінен бөлініп, инъекция арқылы дененің жараланған бөлігіне оралады. Тромбоциттер инъекция алдында жиі белсендіріледі, яғни тромбоциттер жарақат алған жерге тромбоцит енгізілгенге дейін ұю процесі жасанды түрде басталады. ПРП емдеу көбінесе емдеу процесі баяу жүретін жағдайларды емдеу үшін қолданылады. Мысалы, бұлшықеттердің, сіңірлердің немесе сүйектердің жарақаттары. Бұл баяу жазылатын жарақаттар бірнеше айға немесе тіпті бірнеше жылға созылуы мүмкін. Бірақ тромбоциттерге бай плазмалық терапия процесті жылдамдатуы мүмкін. Пациенттердің көпшілігі тромбоциттерге бай плазмалық терапиямен спорттық жарақаттар, созылмалы сіңір жарақаттары немесе жан бас, тізе остеоартриті бойынша элективті процедура ретінде кездеседі. ПРП инъекциясымен емдеу. Тромбоциттерге бай плазмалық емдеу операцияға байланысты жараларды емдеуді жеделдету үшін алғашқы рет ашық жүрекке жасалған хирургияда қолданылды. Жақ бет хирургтары оны сүйектерді қалпына келтіру сияқты сүйек процедураларын емдеуді жеделдету үшін қолдана бастады. Көп ұзамай спорттық медицина мамандары тромбоциттерге бай плазмалық инъекцияны спорт жарақаттарының қалпына келтіруді тездету үшін қабылдады. Сол кезде бүкіл әлем назар аудара бастады. Бүгінгі күні ПРП емдеу барлық жағдайларға пайдалы. Ортопедтер мен спорттық медицина дәрігерлері оны сүйек, сіңір, буын, байлам және бұлшықет жарақаттарына қолданады. Стоматологтар қалпына келтіруді тездету, жұмсақ тіндердің зақымдануы мен сүйектерді сауықтыру үшін тістерді жұлу, имплантациялау немесе пародонт хирургиясы үшін ПРП инъекциясын қолданады. Барлық хирургтар жараны емдеуді жылдамдату және инфекцияның жылдамдығын төмендету үшін ПРП қолданады. Пластикалық хирургтар
Ұзақ уақыт бойы косметикалық хирургияны емдеу үдерісін жеделдету үшін ПРП қолданған. Алайда кейбіреулер әжімдерді тегістеу және терінің түсін қалпына келтіру үшін, тұлғаның дәнекер тінінің өсуіне ықпал ету үшін ПРП инъекциясын қолданады. Дерматологтар ПРП-ді дәрі-дәрмектермен бірге қолданады. Миноксидил немесе финастеридке дейін кері шаш жоғалту ерлер мен әйелдерде болған кезде тромбоциттердің өсу факторлары шаш фолликулаларының өсуіне ықпал етеді. Ал дәрі-дәрмектер тестостеронның шаш фолликуласына әсерін басқарады. Кейбір офтальмологтар ПРП көз тамшыларының көздің мүйіз қабығындағы жаралар немесе құрғақ көз жарақаттары үшін көздің бетіне тікелей қолдана бастады. Тікелей көз жасына безендірілген көз тамшылары ПРП көз жасының көбеюін жоғарылатуы мүмкін. Оториноларингологтар ПРП инъекциясын есту немесе иіс жоғалуын емдеу үшін қолданады. Соңында кейбір урологтар эректильді дисфункцияны емдеу үшін ПРП инъекциясын жүргізеді. ПРП инъекциясына бәрі бірдей үміткер бола бермейді. Сіз ПРП инъекциясын қай кезде қабылдай алмайсыз. Егер сізде тромбоциттер саны төмен болса, қан еріткіштерін қабылдасаңыз, қатерлі ісік аурулары болса, жүктілік кезінде сіз ПРП инъекциясын қабылдай алмайсыз. Бүгінгі видеом осымен аяқталды. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.